Қазір тыныс алу жаттығуынан бастап алайық. Сәлем достарым, келіңдер тыныс алу жаттығуын бірге орындайық. Келіңдер тыныс алу жаттығуын бірге орындайық. Балалар, бүгін бізде ерекше сабақ, қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін қазір мынандай өлең жолдарынан біліп алайық. Бұл екі әріптің айырмасы бар қандай? Біреуінің аяғының ұшына ілгіш іліп қойғандай. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі оқитын тақырыбымыз қандай дыбыстар? Дауыссыз н мен ң. Жақсы балалар, сабағымыздың мақсатын біліп алайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты н және ң дыбыстарының айтылуын, жазылу дағдыларын білетін боламыз. Көптеген жұмыстар жасаймыз. Балалар, бүгін біздің топтық жұмыста кодталған киіз үй келіп тұр. Осы кодталған киіз үйдің дедакодын табамыз. Сол кезде біздің тобымыздың аты шығады екен. Жақсы, жұмысқа кірістік. Бая, сөйлем атын. Барлығы бірге? Ұлттық валюта теңге. Жақсы балалар, енді біздің екінші тапсырмамыз бізге жәнегі ұлттық валютамыз теңге болғандықтан бізге алтын монета өзінің құпиясын алып келіпті. Осы құпияны шешу үшін жоғалған н және ң дыбыстарын тауып өлеңді оқуымыз қажет. Жақсы, алтын теңгенің құпиясын ашайық. 15 қараша туған күні теңгенің. Рахмет саған еліңді, қуантып сен тербеттің. Сонда балалар, 15 қараша бізде қандай күн екен? Ұлттық валюта теңге. Яғни ұлттық валюта теңге дейді. Теңгені қалай ұстайық дейді? Үнемдеп ұстайық дейді. Қалай болсын солай шашпайық дейді. Үнемді болайық дейді, балалар. Сонда біздің бүгінгі ұлттық валютамыз теңге дегенде қандай дыбыс кездеседі? Н ма, ң ба? Ң. Жақсы балалар. Балалар, біздің бүгін бағалауымызда мынандай алтын сандық. Бұл алтын сандықтың ішінде бізде көптеген алтын тиындарымыз бар екен. Соны өзіміздің мына қоржынымызға жинаймыз. Кім қанша тиын жинайды, сонша бал болады. Түсінікті ғой? Жақсы, қазір жұмысымызға кірісейік. Келесі біздің тапсырмамыз сендер мен өткенді еске түсіру. Яғни өткенді еске түсіру үшін біз қазір куб ойынын ойнаймыз. Теңге куб ойыны. Дауыссыздар. Қысқа лыры умыны. Тексерейік. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс, жақсы. Балалар, қазір сабағымызды кішкене сергіту сәті қасық ойынын ойнайық. Бұл қасықта бізде н және ң дыбыстары жазылған. Осы қасық ойында әріптерді қоя отырып, сөздерді қайтеміз? Оқимыз. Жақсы балалар, бастадық. Аңшы, науа, аңыз, шеңбер, анау, еңбек, арна.
Қазақстан отаным менің. Жарайсың. Яғни ол тіл алды дыбысы, тіліміз үшін. Тісіміздің үшіне қайтып тиіп айтады. Қане айтып көрейікші. Ал дыбысы ол тілдің артқы дыбыстары. Жақсы. Енді қазір біз жазылым дағдысы бойынша дәптерімізді ашайық. Шын, том, кен. Шын, кен. Шын, том, кен. Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін қазір мына гексагон әдісі бойынша м және ң дыбыстарын сендер қалай біледі екенсіңдер, соны қорытындылайық. Жақсы, кеттік. Бұл бізде жұптық жұмыс болады. Шеңбер, еркен, рауан, нар, доңыз. Жарайсың дейді. Келесі. Балалар, жақсы. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз ын мен ыңның айтылуы болды, және жазылуы. Енді сабағымызды кері байланыс беру үшін сендердің алдарында мынандай QR кодтар бар. Осы QR кодты телефонымыз арқылы сканерлеп, өздерің рефлексия берсеңдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге өте көп рахмет. Бүгінгі сабағымызда көптеген жұмыстар істеді. Бағалауды қазір алтын қоржындарың арқылы бағаларыңды қойып беремін. Жақсы, сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Мен Дүкенбаева Риза Нұрсайыновна облыстық мамандандырылған мектеп IT лицей мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы дауыссыз н мен ң дыбыстары. Сабақты тыныс алу жаттығуларынан бастап балаларға көңілді көңіл күй сыйлап алдым. Сабақтың тақырыбын ашу үшін жасырылған өлең жолдары арқылы оқушылар өздері сабақтың тақырыбын айқындады. Сабақтың мақсаты хабарландып, сабақтың құндылығын ашу үшін топтық жұмыс берілді. Бұл жерде кодталған киіз үйдің D кодтарын шешу арқылы оқушылар валюта, ұлттық теңге болып топтарға бөлінді. Өткен сабақты қайталау барысында интерактивті ойын арқылы теңге куб ойыны ойналып, дауыссыз дыбыстарды қайталадық. Соның ішінде н мен ңның үнді дауыссыз дыбыс екені аталып айтылды. Алтын монета тапсырмалары арқылы балалар топтық жұмыс жасап, өлең жолдарынан түсіп қалған н және ң дыбыстарын жаза отырып, өлеңді мәнерлеп оқып, теңгенің үнемдеуге, теңгені қадірлеуге қазақ халқын ұлттық құндылығы теңге екені туралы түсінік жұмыстары жүргізіліп өткізілді. Сонымен қатар жеке жұмыста оқушылар WordWall арқылы және сөйлемдегі сөздерді аяқтау барысында сөздерді өздері қойып шықты. Сергіту сәті ретінде қасық ойыны ойналып, н мен ң дыбыстарының айтылымы жұмыс жасалды. Жазылым дағдысы бойынша таза тақта әдісінде тақтада жазылған сөздерді оқушылар жаттап, одан кейін өшіріліп дәптерлеріне жазды. Сабақты қорытындылай келе, жұптық жұмыста гексагон әдісі арқылы оқушылар сабақты өздері қорытындылап шығарды. Бұл жерде ең басты бағалау бізде алтын сандықтың ішінде теңгелерді өз қоржындарына жинап, жәнегі теңге арқылы бағаланды.
Сабақтың рефлексиясын QR код арқылы Google дискіде оқушылардың қорытындылары шығарылды. Яғни қорытынды бойынша 83% сабақты түсінгендігін, 17% сабақта қиындық бар екенін байқатты. Бұл жерде айтылым дағдысы бойынша жұмыс жасау керек екендігі, оқушылардың дұрыс сөйлеп, дұрыс айта білу дағдыларын дамыту қажеттілігі ескерілді.